IRM клиника Астана клиникасы ауқымда әлеуметтік жобаны қолға алды. Медициналық орталық 10 ерлі зайыптыға эко процедурасын толығымен тегін өтуге мүмкіндік береді. Іріктеу 2 айға созылады. Жаңа жоба эко орталықтың 30 жылдық мерейтойы қарсаңындағы игі бастама. Жобаның алғашқы жүлдесін павлодарлық Қарашаш Әріпбаева ұтып алды. Тілсіз жаудың кесірінен 2 баласынан айырылған ана соңғы 9 жылда қайта құрсақ көтере алмаған. Тегін медициналық көмек алатын естіген ол көз жасын тия алмады. 9 жыл жүрдім. 9 жылдың ішінде бәріне бардым. Емші бар ма, дәрігер бар ма, біреу ешқайсы нәтиже айтпады. Алланың бір берген сынағы шығар бұлда деп. Содан түнде отырып, таңғы жақын 3:30-да келдім мен. Осында жиендерім бар, соны келдім. Енді Құдай қаласа әйтеуір нәсіп болса, болып қалса, оған да білмеймін, ырзам. Болса екен деп тілеп отырмын. 30 жылдың ішінде IRM клиникасы 10 мыңдаған отбасыға қуаныш сыйлаған. Енді тағы 10 жанұяның өз үйінде балаларының күлкісін естуге мүмкіндігі бар. Прежде чем запланировать, эко бағдарламасын және жүктілікті жоспарламас бұрын әйел міндетті түрде тексеруден өту қажет. Мамандардан оның эко және жүктілікке қарсы көрсетілімдері жоқ екендігі туралы қорытынды алуы керек. Жаңа жобаға ата-ана болу бақытын армандайтын кез келген қазақстандық отбасы қатыса алады. Дәрігерлердің айтуынша заманауи репродуктивті медицина ең қиын жағдайларда да көмектесе алады. Ең бастысы дер кезінде кеңес алып, толық тексеруден өтуі керек. Клиникада репродуктолог маман кеңесі және акушер-гинеколог маман, яғни жүкті пациенттері 9 айға дейін жеткізе алады, және лапароскопиялық операциялар жасалынады, және эко программасының бүкіл әдістері қолданылады. Елордадағы жаңа орталық жасанды интеллект, генетикалық диагностика және медициналық көмектің әлемдік стандарттарын қолдану арқылы бедеулікті емдеудегі инновациялық тәсілдің көшбасшысына айналды. Динара Жақсыбайқызы, Астана Таймс.